Міне, өзі табылды. Қазір біз оны кішкентай етеміз. Ай, батып барам, көмектесіңдер. Қандай икемсіз едің. Өзің ғой, суға итеріп жіберген. Енді мені тұтпасатын болды. Айғайлама. Одан да олжаны ал. Тез қашайық. Дубайға қош келдіңдер. Сәлем, Ахмет. Мұнда қандай әдемі, ғажап. Сақараның ортасында тура ертегідей қала екен. Дәл солай, Аяжан. Жүріңдер, қаланы аралайық. Бәрі орнында ма екен тексерейік. Керемет, мына ғимарат алыстан көрінеді екен. Әзірге бұл дүние жүзіндегі ең биік ғимарат. Біріккен Араб Әмірліктерінің президенті Шейх Халифа бен Заид әл-Нахаянның құрметіне Бурж Халифа деп аталған. Бұл мұнара алып үңгірлерде өсетін сүңгі тәріздес. Сталагмиттер кейпінде жасалған екен. Иә, Елдос, мұнараның әуенді субұрқақтары бар, жасанды көлі бар, бірақ субұрқақ уақытша тоқтап тұр. Мен оны планшеттен көрсетейін. Қандай әдемі! Мұнарада жарқырап тұр. Біз жағалауға шықтық. Қазір атақты желкен кейпінде салынған қонақ үйді көресіңдер. Ерекше атау екен. Жоқ, бұл емес. Қонақ үй қайда кеткен? Мүмкін қонақ үй желкен тәрізді болса, жүзіп жүрген болар. Жоқ, ол қонақ үй желкенге ұқсағанымен жүзбейді. Демек, қонақ үйді ұрлап кеткен болды ғой. Қараңдар, ұрылардың ізі қалыпты. Онда тездетіп бізге түсейік. Сен күте тұр, Ахмет. Біз қонақ үйді табамыз. Терлеп кеттім ғой. Енді суық тиіп, ауыратын болдым. Сенен ақ әбден мейіз болдым. Мін кемеге тез. Тәуеке, бұл біз ғой. Іс бітті. Қуануға әлі ерте. Алдымен қонақ үйді жеткізіңдер маған. Ой, Елдос, біз кешігіп қалдық. Жоқ, біз оларға жетеміз. Алға! Қап, тағы да Елдос пен Аяжан қуып келеді. Қонақ үйді қайтарып берейік. Әйтпесе олар мені аямайды. Не? Тәуекеңе қонақ үйді апармасақ, не болатынын білесің бе? Тезірек айда, тез! Қонақ үйді қайтарыңдар. Жоқ, ол біздікі. Бере алмаймыз. Мыналарды аяма.
Солай ма? Онда шайқасқа. Бубу, қане, көкесін көрсетші мыналардың. Жұлдыз ұшақ, ұрысқа! Бер жазаларын. Алақай, біз жеңдік. Қандай үлкен желкен! Алақай! Сендерге рахмет, достар! Қонақ үйді құтқарып қалдыңдар. Алақай, рахмет. Бірақ біз бір ғана ғимаратты құтқардық қой. Аяжан, мұның өзі аз деймісің? Бұл қонақ үй Бурдж-Аль Араб, немесе Араб мұнарасы деп те аталады. О, керемет. Желкен кішкентай аралда тұр екен. Иә, Аяжан, бұл жасанды арал осы қонақ үйді суғу үшін жасалған. Дүние жүзіндегі екінші ең биік қонақ үй. Дүние жүзіндегі бірінші ең биік қонақ үй де осы Дубайда. Ғажап. Ал ішінде үлкен аквариум бар. Қонақ үйдің өзі қараңғыда жарқырап тұратын арнайы құрылыс атымен жабылған. Біздің Қазақстанда да әртүрлі пішіндегі биік ғимараттар бар. Шын ба? Оларды көрсем ғой. Ол оңай ғой. Елдос, суреттерін көрсетші. Әрине, мынау біздің астанамыздың символы бәйтерек. Мұнараның төбесінен Астана алақандағыдай анық көрінеді. Бәйтерек біздің еліміздің символы. Өйткені біздің еліміз осы ағаш сияқты тамырын тереңге бойлатып, биік белестерге жетуді көздейді. О, қандай әдемі! Мағынасы қандай терең! Мынау бейбітшілік пен келісім сарайы. Пирамида сияқты жасалған. Ол ынтымақ пен бейбітшіліктің символы. Достар, маған Қазақстанға қонаққа баруға бола ма? Менің осы ғимараттарды көргім келеді. Әрине, Ахмет, әрқашан есігіміз ашық. Ал енді біз елімізге қайтайық. Кездескенше, Ахмет. Кездескенше, нағыз батырлар. Білесің бе, Елдос, сенің желкеңді қайығың біздің бүгінгі саяхатымызды еске салатын болады. Сондықтан оны жоғары қойып қояйын. Суға салсақ, жүзе ме? Қалай ойлайсың? Жүр онда, жел соғып тұрғанда қайықты суға жіберейік. Жүр.